юбилейный игілік концертімізге қош келдіңіздер. Конституция мемлекеттік құқықтық негіздерін қалыптастырушы, адам мен азаматтың конституциялық мәртебесін белгілеп, экономикалық құрылыстың негізін қалыптайтын айрықша құжат. Бүгінгі күн тәуелсіз еліміздің тарихында енді өздеріңіз білесіздер, бүгін Қазақстан Республикасы тәуелсіздік күні бүгін жерде әр ауылда, әр мекемелерде ұсталып жатыр, шаралар өтіп жатыр. Бірінші еліміз тыныш болсын, бірлігіміз болсын, еліміз гүлдене берсін. Біздің атазан деп мақтанатын, өркендеп өз қолға алған ісі, биікке қазағымның самғағысы, халық болып қадір тұтып қастерлеген атазан азат елдің ар намысы. Сахнада Ануарбек Семеғайұлы туған жер, елім менің қабілетіңіз. Төрт ұланда қанат жайған, еліміздің тағдыр мен тарихтың небір қатал сынағына жібіген құдірет ұлттық бірлігіміз еді. Біздің ел жайында Европа қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясының президенті болған беделді саясаткер Брюс Жорж былай деген екен: Қазақстан әлемде қарыштап алға басып келе жатқан, күн сайын дамып, демократияға қол жеткізуге ұмтылған мемлекеттік ретінде мойындалып отыр. Әрине, бірлікті тұтасып, армағатын тілегесін, ей ұлым отанының тілегесін, іргесін туған елдің күйіп тұрған қадірін, ата заңын білемісің. Ешкімде мін таға алмас елдігіне, ауласып жармаспайды белдігіне, бойында ата заңның көрінікті, даламның кеңдігіне, бағынған көз жағына құмар қалам, есігі ата мекенім, аладан соңғы ыстығым. Шариатымды, ариятымды шамасып, шаңырақ қалды шежіре саған шал қашып. Шала білетін ұлтымның ұлық тарихын, шалағайлар жыр ата дәстүрден алжасып. Қасиет қалмай беруге болмай ісімде, қас ишпары келіп қасықтап қалды ішінде. Қасымхандардың қасқа жайынан қарасып, қасқатты жауап жер өркендікшін жанымды. Жананалардан жаңырғандай болған қазақтың, жанымды ұрпақтар білмейді арға сағымды. Бабалар батыр балалардың бағышын, белдескен еді бірліктің елдің таңышын. Бүгінгі қоғам бағынбай ата заңына, бауырларында топтап арын намысын. Артақталған ана тілін атағын, антыматағы ауыз айтарлықтай өзгерді. Нарықтық экономика құрылып, демократиялық қоғамның негізі қаланды. Қазақстан халықаралық аренада әлемнің бойы озық шыққан елдердің қатарына лайықты орын алды. Сахнада жетелген Токен қазақтың елі.
мемлекетіміздің жүрегі ата заңымыз мәңгілік болсын. Осымен мерекелік концертіміз аяқталды. Әрмен қарай ауылдық кітапханада ата заңы мақтау атты кітап көрмесінен жалғасады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.